Қайырлы күн оқырман. Көсемәлі Сәттібайұлының балаларға арналған кітаптары мейірімге, адамгершілікке және жақсылыққа тәрбиелеуді мақсат етеді. Жалпы балаларға арналған өте қызықты кітаптары көп. Бірлікті іздеген бала, елгезек, бағдаршам, тоқуат және басқалар. Аппақ шар туралы әуезе, тәтті ертегілер, күнге ғашық өлкеде. Осындай балаларға арналған кітаптары өте көп. Ал сен білесің бе? Көсемәлі Сәттібайұлының балалардан бөлек жасөспірімдерге арналған кітаптары бар. Өмірлік таңдау, мінез қалыптастыру және жауапкершілік тақырыптарында қамтиды. Шығармаларында жасөспірімнің ішкі жан дүниесімен, Хауа-ананың көз жасы және де алдамаңдаршы адамдар, жалғыз қара және сумен жазылған өлең, осындай сияқты тағы да басқа қызықты кітаптар бар. Көсемәлі Сәттібайұлының шығармалары баланы балалықтан даналыққа жетелейтін рухани жол. Балаларға тәрбие, жасөспірімге бағыт, ал ұрпаққа мәңгілік құндылық.